Бұл оқиғадан кейін әлемдегі ең жылдам жаратылыстың кім екенін білесіз. Ол жайлы Құранда айтылған, сол үшін видеоның соңына дейін көріңіз. Сатып пайда тап, сата алмасаң ақшаңды қайтарамыз. В общем, никак минусқа кетпейтін вариант болып тұр ғой. Билав Қазақстандағы жалғыз КМДБ халал сертификаты бар тіс пастасы. Бізден бір қорап тіс пастасын аласың, сатқан пайдаң өзіңдікі, саталмаған тауарларының ақшасын төлеп өзімізге қайтарып аламыз. Артықшылықтары 100% халал, зиянды қоспасыз, өте тиімді баға. Заводтан тікелей келген бағамен аласыз. Қысқасы, бұл нұсқаға ешқандай отмазка айта алмайын деп тұрсың ғой. Сондықтан төмендегі нөмірге хабарласып, толық ақпарат алып бізбен серіктес бол. Алдыңғы шағында Сүлеймен пайғамбардың дұғасы туралы, оған аң, құс, жануар, жәндік, жындардың тілін түсінетін мұғжиза берілгендігі туралы, тілін түсініп қана қоймай, бүкіл тіршілік иелері Сүлейменге қызмет еткендігі туралы айттық. Бүгін Сүлеймен пайғамбар туралы Құрандағы кезекті оқиғамен танысамыз. Күндердің бір күнде Сүлеймен пайғамбар құстарды түгендеп шығады. Бірақ арасынан Худхуд атты құсты таппай қалады. Қазақтар көкек дейді ғой. Сол көкек что-то стройда жоқ. Сүлеймен пайғамбар бірден Худхуд қайда? Ол не, келмеген ба дейді. Енді жындар, жануарлар, жәндіктер, құстар барлығы Сүлеймен пайғамбардың иелігінде ғой. Жақыпжан, осында деген сияқты әскердегідей күнде строй. Сөйтіп стройда Худхуд деген құс болмай қалады. Сүлеймен пайғамбар қатты ашуланады. Мен оны келмеген үшін азаптаймын, немесе бауыздаймын. Болмаса бір үлкен себеппен келсін дейді. Көп уақыт өтпей Худхуд келеді. Мен Саба деген елден келдім. Ол елді әйел патшайым басқаратынын көрдім. Және оларға жақсылық, игілік, байлық сияқты көп нәрсе берілген екен. Және ол патшайымның үлкен тағы бар екен деп таңғалады. Енді таңғалатынына қарағанда Сүлеймен патшада ондай тақ болмаса керек. Егер болған болса, ол таңғалмайтын еді. Бірақ ол әйелдің өзі және қауымы Аллаға емес күнге сәжде қылады екен. Және оларға шайтан ол істі әдемі қылып көрсетіп қойыпты дейді. Күнге сәжде қылғанша аспандар мен жердегі жасырылған нәрселерді шығаратын Аллаға сәжде қылмай ма дейді ғой Худхуд. Соған қарағанда Худхудтың ақидасы мықты болып тұр да. Алладан басқа ешбір тәңір жоқ. Ол ұлы аршының егесі дейді ғой Худхуд. Сүлеймен пайғамбар жарайды, сенікіндей ақ болсын. Бірақ сөздің рас өтірігін тексеріп көрейік. Мына хатты ал да патшайымның алдына апар. Және жауабын күт. Жауап берген соң маған алып келіп хабарыңды айтасың дейді. Сөйтіп Худхуд хатты алып Саба еліне қарай ұшады. Жақындағанда патшайымның терезесінен кіріп, Билқис патшайымның алдына хатты қойып, бір қадам артқа жасап, жауабын күтіп тұрады. Билқис ана жерде в шоке ғой. Енді ойлаңызшы, дәл адам сияқты да, хат алып келген адам хатты қойып, артқа бір қадам жасап, күтіп тұрады ғой. Тура солай Худхуд құсы жасаған кезде Билқис қатты таңғалады. Артынша Билқис хатты ашып, оқып шығады, және біраздан соң уәзірлерін, кеңесшілерін шақырып ақылдасады. Уәзірлерім, кеңесшілерім, маған бүгін қадірлі хат келді. Хат Сүлейменнен екен. Хаттың бірінші сөзі Бисмиллахир-рахманир-рахим екен. Ол жерде Сүлеймен маған бағыныңдар, маған мойынсұнған күйде алдыма келіңдер деп жазып жүріпті. Не істейміз дейді. Сонда кеңесшілері, біздің де күшіміз бар ғой. Мығым әскеріміз бола тұра, қалай біреудің қол астына кіріп кетеміз? Біздің ой осы. Бірақ ақырғы шешім өзіңізде дейді. Сонда Билқис патшалар бір елге кірсе, ол елді талқандайды ғой. Сонда біздің құрметті болып жүрген қауымымызды қорғылады ғой дейді. Алла оның сөзін қостап, я, солай жасайды дейді. Алла оның сөзіне подтверждение жасап тұр да. Сөйтіп Билқис күшті шешім қабылдайды. Ол Сүлеймен пайғамбарға кез келген патшаны сындыратын сыйлық беріп жіберемін дейді. Сосын қасына елшілерін қосып жіберем, бір жағынан олар шпион болып разведка жасап қайтсын дейді ғой. Мүмкін сол сыйлықтан кейін Сүлеймен пайғамбар өзінің дұшпандығынан, жауластығынан қайтып қалар. Екіншіден, біздің уәзірлер олардың әскері қандай екен, біз олармен соғыса аламыз ба, мүмкін соғысу керегі жоқ па, күшіміз жете ма, жетпей ма деген ақпаратты біліп қайтады дейді. Билқис өте ақылды болып тұрды.
уәзірлеріне сыйлығын қосып Сүлеймен пайғамбарға жібереді. Саба елінің делегациясы Сүлеймен пайғамбардың патшалығына келіп жетеді. Уәзірлер Сүлейменнің патшалығын көріп, қатты таңғалып, ауыздары ашылып қалады ғой. Ойлаңызшы, енді Сүлеймен пайғамбар тұр. Ар жағында примерно арыстандар жүр, жолбарыстар қызмет етіп жүр, маймылдар бір поднос тасып жүр деген сияқты ғой енді примерно. Құранда жындар құрылыс жасап жатыр. Жындар теңіздің байлығын шығарып беріп жатыр деп келеді. Архитектор, прораб жындар жүр ғой примерно. Оны көріп уәзірлер шоке болады ғой енді. Уәзірлер өздерінің мықты сыйлықтарын енді өздерінің ойынша ұстап пайғамбардың алдына келіп тұр ғой. Бірақ мына көріністі көргенде ана сыйлықтар түкке тұрғысыз болып қалады. Бастары жерге қарап сүмірейіп, не істерін білмей тұрады. Сол кезде Сүлеймен пайғамбар қарап тұрып, маған Алланың бергені сендердің берейін деп тұрғандарыңнан артығырақ қой. Немене сыйлықтарыңмен мақтанайын деп келдіңдер ме дейді. Уәзірлердің аузына құм құйылады. Сүлеймен қайтыңдар дейді. Және Худхудқа сен де бірге бар дейді. Енді Худхуд аналармен бірге кеп алған ғой енді жаңа. Сөйтіп оларға айт. Олардың шамасы жетпейтін әскермен барамын, сосын оларды өздерінің елінен қорланған түрде алып шығамын деп жеткіз дейді. Сөйтіп Билқистің уәзірлері елге сыйлығымен бірге қайтады. Аң-таң енді уәзірлер үсті-бас шаң-шаң деген сияқты ғой. Сүлеймен пайғамбар мен оның әскері туралы осындай сұмдық кісі екен деп Билқисқа жарыс айтып береді ғой. Билқис патшайым Сүлеймен пайғамбарға бағынған күйде келетін жеткізеді. Сөйтіп жолға дайындалып, ешкімде жоқ мықты тағын ел көрмейтін жаққа апарып, шынжырлап байлап тығып қояды. Енді мен жоқта біреу үстіне мініп алып жүрмесін, шығып алып жүрмесін дегендей ғой енді. Сөйтіп тағын тығып Билқис жолға шығады. Оның тағы жайлы Сүлеймен пайғамбар біледі ғой. Худхуд өткенде сұмдық қылып описывать етіп айтып берді ғой. Сөйтіп Сүлеймен пайғамбардың уәзірлері адамдар мен жындардан құралған білеміз ғой. Сүлеймен уәзірлерінен кім ана әйелдің тағын олар келмей тұрып әкеле алады деп сұрайды. Сонда Ефрит деген бір жын тұрып, мына отырыс бітіп, сіз орныңыздан тұрғанша әкеп бере аламын дейді. Ефриттен кейін кітаптан білімі бар уәзір орнынан тұрып, сіз көзіңізді жұмып, ашқанша әкеп бере аламын дейді. Сөйтіп Сүлеймен пайғамбар көзін жұмып ашқан сәтте алдында тақ тұрады. Осы ситуацияны ғалымдары былай тәпсірлеген. Бұл уәзір Алланың ұлы есімін білген және сол есім арқылы Алладан дұға етіп, осынша жылдамдықпен барып, тығылып тұрған тақты тауып, шынжырдан босатып, бірден алып келген дейді. Осыған куә болған бұл ситуацияны көрген Сүлеймен пайғамбар бірден бұл Алланың нығметі. Алла маған сынақ ретінде беріп тұр. Бұл шүкіршілік етеді ме, күпірлік етеді ме деп беріп тұр ғой дейді. Алла бір нығмет берсе, оны сынақ қылып беретін пайғамбарлар жақсы біледі ғой. Сүлеймен пайғамбар, егер бір адам Аллаға шүкіршілік етсе, ол шүкірлігі өзі үшін дейді. Ал күпірлік етсе, менің Раббым жомарт әрі бай, оның шүкірлігіне де, күпірлігіне де мұқтаж емес деп сөзін аяқтайды. Сүлеймен пайғамбар тақты сұмдық қылып өзгертіп, құлпыртып жіберіңдер. Ол әйел келгенде өзінің тағын тани ме екен, танымай ма екен, сынап көрейік деп жындарға бұйырады. Олар бірден жұмысқа кірісіп тақты құлпыртып өзгертіп жібереді. Біраз уақыттан соң Сүлеймен пайғамбарға Билқис патшайым келеді. Енді жаңағы құстың келіп хатты қойып бір қадам артқа жасағанына таң қалып жүрген Билқис мына патшалықты көріп таң қалысы мүлдем басқа болады ғой. Жәндіктер тізіліп тұр, жануарлар бәрі бағынып, Сүлеймен пайғамбарға қызмет етіп жүр. Сүлеймен пайғамбар Билқисқа тақты көрсетіп, мына тақты көріп тұрсың ба? Сенің тағың осыған ұқсай ма деп сұрайды. Билқис қарап тұрып, что-то знакомое, я осыған ұқсас деп, енді орысша сөйлемеген, бірақ примерно естіп, я дейді ғой. Сонда Сүлеймен пайғамбар, бұл сенің тағың. Міне, осылай тақты өзгертетіндей, құлпыртатындай білім бізге Алла тарапынан келді. Бұл сенің тағың, сенен бұрын бізге кеп қойды дейді. Ана Билқис енді қатты таңғалып, түсінбей жатыр не болып жатқанын. Ол әйел кәпірлерден болды. Себебі Алладан басқа нәрсеге құлшылық қылып жүрді. Сөйтіп Сүлеймен пайғамбар сарайды көрсетіп,
осының ішіне кір дейді. Билқис кірген кезде сарайдың едені оған су болып көрініп, етегінің асты жағын сәл көтеріңкірейді. Енді су болып қалмасын деп тұр ғой. Сонда Сүлеймен пайғамбар: бұл таза хрустальдан жасалған шыны еден ғой дейді. Енді жер жылтырап, жаңағы иллюзия болып, бұған су сияқты көрініп тұр да. Билқис осының бәрін көріп, қатты әсерленіп, бірден тәубесіне келеді. Я Раббым, мен өзіме зұлымдық жасадым, әлемдердің Раббысына мойынсұндым дейді. Сөйтіп ол әйел иманға келеді. Біраз уақыттан соң Сүлеймен пайғамбар өзіне жар етіп алды. Достар, бұл өте қызықты, ғибратты оқиғадан көп пайда алсақ болады. Сізге қай жері қатты әсер етті, астына жаза кетіңіз, және басқаларға да пайдалы болу үшін достарыңызға жіберіп қойыңыз. Рахмет.